Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Өзімді таныстыра кетейін. Силквей халықаралық университеттің әлеуметтік құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы Орынбай Гүлжан Арыспай қызы. Бүгінгі біздің өтетін пәніміз бұл сыбайлас жемқорлық және мәдениет негіздері пәнінен тақырыптың аты жалпы сыбайлас жемқорлықтың түрлері. Сыбайлас жемқорлықтың түрлері бұл қазіргі таңда Қазақстан Республикасының жалпы өте ғаламдық мәселе. Бұл әлемнің бірде-бір мемлекетінің бірде-бір саяси жүйе, бірде-бір тәртіп жалпы қорғалған емес сыбайлас жемқорлық арқылы. Қазіргі таңда бұл сыбайлас жемқорлық бұл негізінен латын тілінен аударғанда пара беріп, сатып алу және құқық бұзу, құлдырау деген мағынаны білдіреді. Жалпы сыбайлас жемқорлық бұл кез келген лауазымды тұлғаның өзіне және тағы басқа заңсыз жолмен пайда әкелу мақсатында жасаған қылмысы. Жоғарыда жалпы талдай келе ол мынандай қорытынды жасауға болады. Яғни сыбайлас жемқорлық құбылысының өзіне тән белгілері бар. Сыбайлас жемқорлық бұл ең алдымен әлеуметтік құбылыс. Халықаралық құжаттарда жемқорлықтың нақты негізінде анықтамасы жоқ. Әрбір мемлекет қазіргі құқықтық дәстүрлер негізінде өздерінің жемқорлыққа негізделмеген және де сыбайлас жемқорлық бұл екі жақ арасындағы мәміле деп тұжырымдауға болады. Оның бірі өз лауазымдық өкілеттілігін заңға жалпы қарсы пайдаланған мемлекеттік және жеке қызметте жұмыс істейтін тұлға. Яғни екінші жағынан алып қарайтын болсақ, бұл мемлекеттік немесе жеке құрылымды өз басының пайдасына, яғни материалдық жағдайының көтеру, артықшылығын алу, заңда көзделген жауапкершілікпен таю, тағы басқа іс-әрекеттер үшін пайдаланатын жеке тұлғаларды айтуға болады. Осындай құбылыс екі жолмен жүзеге асырылады. Ол бірінші, мемлекеттік қызметшінің өзі алдына келген адамды пара, сыйақы беруге мәжбүрлейді. Екіншіден, бұл белгілі бір адам, бұл ұйымдасқан қылмыс өкілі болуы мүмкін. Мемлекеттік жалпы қызметшіге көп жағдайда психологиялық қысым көрсетіп, оны сатып алу немесе қандай да бір мақсатында пара, сыйақы алуға итермелеуін айтамыз. Яғни сыбайлас жемқорлықтың түрлері мен типологиясын қарастыру үшін сыбайлас жемқорлық субъектілерінің қызметтік бабын өз басының пайдасына, яғни пайдалануына, пара беруші мен пара алушының мәртебесіне, пара берушінің өзіне алған пайдасына, яғни пара берудің мақсатына сыбайлас жемқорлық таратылуы жиілігіне қарай келесі жетілімге назар аударсақ болады. Ол бірінші кезекте ерекше атап өтетін дүние бұл, яғни сыбайлас жемқорлықтың түрлері. Яғни сыбайлас жемқорлық ол бірінші бағытта мемлекеттік сыбайлас жемқорлық, яғни коммерциялық сыбайлас жемқорлық. Екінші бұл сыбайлас жемқорлық, саяси сыбайлас жемқорлықтың түрі. Үшіншісі мекемені басқарушы тұлға алдындағы келген адамды пара беруге мәжбүрлейді. Екіншісі көмек сұрап келген адамның өзі пара ұсынады. Яғни жеке адам парасы, кез келген азамат. Одан кейін кәсіпкерлік пара, қылмыстық пара, яғни ақшалай пара беру, сонымен қатар қызмет көрсету үшін, тездету үшін пара, тежеу үшін пара, және де өз қызметін бұзу үшін. Жалпы бұл жерде жылы көзбен қарау үшін пара, сонымен қатар жаңағы орталықтандырылған жемқорлық, орталықтандырылған сыбайлас жемқорлық және де биліктің төменгі сатысында орын алған сыбайлас жемқорлық, биліктің жоғарғы сатысындағы жалпы орын алған сыбайлас жемқорлық және де биліктің жаңағы жоғарғы сатысында орын алған сыбайлас жемқорлық шенеуніктері, саяси қайраткерлері. Жалпы халықаралық сыбайлас жемқорлық бұл ауық-ауық түрдегі сыбайлас жемқорлық және де осы жүйелі түрдегі сыбайлас жемқорлық, яғни биліктің ажырамас бөлігі ретіндегі сыбайлас жемқорлықты ерекше атап өтуге болады. Жалпы осы Қазақстан Республикасының президенті 1900, яғни қазіргі таңдағы экс-президент, бұл тұңғыш президентіміз
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы 1997 жылы 5 қарашада ұлттық қауіпсіздікті нығайту, жалпы сыбайлас жемқорлыққа және ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресті одан әрі күшейту жөніндегі іс-шаралар туралы жарлығы, жалпы бұл ұлттық қауіпсіздік органдарына дәстүрлі түрде міндеттерін шешумен қатар сыбайлас жемқорлық жолына түскен жоғарғы қызметтегі шенеуніктер, жалпы әскери қызметкерлерге, прокурорларға, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, арнаулы қызмет пен судьяларға, сондай-ақ жалпы контрабанда, есірткі бизнесіне қарсы жалпы барлық күштерін ерекше атап өткен. Сонымен қатар жалпы бұл жемқорлықтың жалпылама белгілері, ол бірінші кезекте лауазымды адам, екінші ақша немесе мүлік сипатына қарай пара алу, одан кейін пара беруші. Жалпы нәтижесінде қызметке ретсіз қабылдау және көтермелеу қоғамдық мүліктерді талан-таражға салу. Яғни жемқорлықтың зардабы бұл экономикалық біздің өсуімізге қарқынды тежелуіне әкеп соғады. Екіншіден, әлеуметтік және саяси шиеленістерді құрт асқынуына ұрындырады және де жоғарғы лауазымды мемлекеттік қызметкерлерді жаппай жемқорлыққа салынған жағдайда құқық қорғау органдары оларды жасаған қылмыстары үшін қылмыстық жауапкершілікке тарта алмайтын жағдайға душар еткізеді. Жалпы бізде сыбайлас жемқорлықтың түрлерін жаңа саяси жемқорлық, мекемені басқарушы тұлға алдындағы адамды пара беруге мәжбүрлейді, көмек сұрап келген адамның өзі пара ұсынады, және жеке адам басындағы жалпы кез келген азаматтың парасы, кәсіпкерлік пара, қылмыстық пара, ұйымдасқан қылмыс өкілдерінің есірткілері және ақшалай пара, қызмет көрсету, тездету үшін берілетін пара, тежеу үшін, жылы көзбен қарау үшін берілетін жалпы паралардың түрлері бар. Яғни біз осы Қазақстан Республикасының 37 мемлекет қабылдаған конвенцияға қосыла отырып 1998 жылы 2 шілдеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң қабылдап, және де сондай-ақ сыбайлас жемқорлық үшін қылмыстық тәртіп, жалпы әкімшілік жауапкершілікті реттейтін арнайы нормативтік жалпы құқықтық актілер қабылдады. Яғни өз жаңағы сөзімді, сабағымды, пәнімді қорытындылай келе, біз осы сыбайлас жемқорлықтың күресіп келе жатқанымызға міне бүгінде қаншама жылдан бері күресіп келе жатырмыз. Мұны біз өз дәрежесінде талдап зерттеп келе жатырмыз. Түрлеріне аса назар аударып отырмыз. Жалпы жемқорлықтан біз жаңағы зардабы бұл экономикалық өсу, жалпы қарқынды тежелуіне бірінші кезекте ол біздің осы қоғамымызға, мемлекетімізге экономикалық өсу жағынан өте өзінің кері жаңағы зардабын білдіреді. Екінші, бұл әлеуметтік саяси шиеленістің құрт жалпы асқынуына ұрындырады. Жоғарғы лауазымды, үшінші жағынан бұл жоғарғы лауазымды мемлекеттік қызметкерлердің жаппай жемқорлыққа салынған жағдайда құқық қорғау органдарында оларды жасаған қылмыстары үшін қылмыстық жауапкершілікпен тарта алмайтын жағдайға қалыптастырады. Құрметті тыңдаушылар, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.